халқымызда радиофобия деген бар. Себебі мына Семей полигонын аламыз. Одан кейін жаңағы Чернобыльдегі жарылысты аламыз. Иә. Одан кейін мына Фукусимадағы жарылысты аламыз. Халықтың жадында тұр ғой. Иә, халықтың жадында бар. Мына Семей полигонында ол жерде 500-ге жуық жарылыс жасалған. Енді қазір сол 91 жыл Семей полигон, Семей Невада жабылды ғой. Енді сол халықтың үрей қорқынышы ядро деген сөзді естіген кезде қалып қалды. Бірақ ядролық технологияны бейбіт жолмен пайдалану, жаңағы ол ядролық технологияны энергетика алу мақсатында, электроэнергия алу мақсатында жұмсалады қазіргі Дұрыс жолға салса, дұрыс жолға пайдасы салу, пайдасы мол мол. ғой. Ал енді анау ядролық бомба, ядролық жарылыс осылармен шатастырмау керек. Ол өзі деңгейінде бөлек нәрсе. Бізде ассоциация болып кеткен де осы дүниемен. Иә, ядролық бомба мен ядролық энергетиканы шатастыруға болмайды.